Алло? Сәлеметсіз бе, Қанат мырза? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Зарина, шетел тревел компаниясының менеджерімін. Сіздер жақында ғана Грузия еліне саяхаттап келген екенсіздер. Иә, барып қайттық. Әйелімізге барып қайттық қой, Айжамал екеуміз. Ой, зор болды. Енді басқа мемлекеттерге саяхаттау жоспарларыңызда бар ма? Білмеймін, басқа ел, бірақ Айжамал Мальдивиге барам бірдеңе деп неғып жүрген әйтеуір. Ендеше Қанат, сіздерді құттықтаймыз. Сіздер Мальдив аралдарына 80% жеңілдікті жеңіп алдыңыздар. Ой, зор болды ғой. Рахмет. Қанша теңге сонда ол 80% деген? Енді қараңыз, 1 миллион болатын сапарды жеңілдікпен 200 мың теңгеге 15 күнге апарып келеміз. Ой, зор, әдем. 200 теңгенің тегін ғой. 200 теңгені Бурабайға барып қайтамайсың, біздің қымбат ояқ жаман. Онда бүгін ақшасын салып жіберсеңіздер, сіздер 5 күннен соң Алматы қаласына ұшып кетесіздер. Болды, қазір. Онда мен Айжамалмен ақылдасайын, қатынымен мақұл? Звондаймын сіздерге қайтып. Жақсы, сау болыңыз, ендеше сізден жауап күтеміз. Айжамал! 200 теңге бар ма сенде? Братан, 4-4 бөлім бойынша звондап тұрмын. Состояниесі қалай? Состояниесі зор ғой, уайымдамасай. Тура суреттегідей ма? Иә, тура суреттегідей ғой. Болды онда, братан, алам машинаны. Жоқ, оны алғанда қашан аласың сонда? Ертең алып кетем, братан, бүгін ақшалар жинап алайын. Ертең болса онда қоя бер, бауырым. Срочно сатып жатыр еді негізі. Сұрап жатқандар көп. Кім бірінші заклад береді? Соңғы ғой машина. Заклад дейсің ба? Болды, закладыңды апарып тастап кетем ғой, братан, адрес айтсай. Дамыған заман ғой, аудара салсай, брат. Осы нөмерде ма? 100 мың салсай, брат, 100 мың салсай. 100 мың? Болды, братан, 100 мың салып жіберем, хорошо? Сол дұрыс болады. Все, рахмет, братан, сатып жібермем, мақұл ма? Құдай қаласа. Болды. Болды, ертең барып кетем. Давай. Ойбай, бұл кім болды екен? Алло? Саламатсыз ба, Клара апай? Аманбысың, қарағым? Апай, сіз біздің банкке үй алуға салымшы ретінде тіркелген екенсіз? Иә, қарағым, тіркелгеміз. Мынау Алматыда тұратын қызым бар еді. Соған айту кішігірім болса да үй алып берейік деп, банкке айтуы азнаулақ салым салып тұрған жеріміз бар. Кезегі енді, бірақ қашан келетін білмейміз ғой, кезегіміздің қашан келетін білмейміз ғой, балам. Апай, бізде сізге қуанышты жаңалық. Тек сіз үшін осы жағдайыңызбен танысып, біз сізге бүгін ғана болатын жеңілдік туралы айтайын деп хабарласып отырмын. Ойбай, айналайын қарағым, мынауың бір жақсы жаңалық екен ғой. Ол қандай жеңілдік? Бүгін кезегіңізді жылжытып бере аламыз. Қалай? Құттықтаймын сізді шын жүректен. Оған не істеуім керек енді мен? Енді апай, сіз былай жасаңыз. Бүгін сағат 5-ке дейін 735.600 теңгені теңгеріңізге салыңыз. Сол кезде сіздің кезегіңіз бірден келеді. Ал ертең біздің банкке келіп, кілтіңізді алып кетсеңіз болады. Ой, 700 мың дейсің ба, балам? Ойбай, ондай 700 мың ақша дәл қазір енді мен қайдан табам, енді жоқ қой енді ондай ақша менде қазір. Апай, енді осындай мүмкіндіктерден айырып қаласыз ба сонда? Сұрасаңызшы, подругаларыңыздан, балаларыңыздан сұраңыз. Сізге 700 мың теңге тауып бере алмаса, кезінде неге таптыңыз оларда? Ойбай, енді не істесем екен? Жарайды, балам, мен сұрастырайын, іздестіремін. Жарай ма? Сөйтемін де, саған өзіңе салып жіберемін. Мінекей апай, бана бері сөйту керек еді. Мен сізге қазір шот жіберем, соны сағат 5-ке дейін салып жіберіңіз, жарай ма? Рахмет, балам, онда, рахмет. Алло? Қайырлы күн, Асылбек. Саламатсыздар ма? Асылбек, мен банктен хабарласып тұрған едім сізге. Айта беріңіз. Сізге хабарласып тұрған себебім, сіздің шотыңызда күдікті операциялар жүріп жатыр. Операция? Қандай күдікті операция? Сіз осыдан 5 минут бұрын біреуге 500 мың теңге қаржы аудардыңыз ба? 500 мың? Жоқ, ешкімге 500 мың теңге аударған жоқпын мен. Не қылып жайшама? Түсінікті. Онда сіздің шотыңызға хакерлер шабуыл жасап жатыр деген сөз. Хакер? Қандай хакер ол? Алло, онда мен банкке өтейін ба сіздер жақа? Жауап па, бірден кісі тұрсаңыздаршы, мен қазір барам сіздер жақа. Біздің банк әр клиентін уайымдайды. Сізді әуреге салмай-ақ, қазір сіздің телефоныңызға код жіберемін. Соны айтып жіберсеңіз барлығы реттеледі. Ақшаңызды қайта аударып жібереміз. Болды, банкке бармай-ақ осы жақта реттей беремін ғой. Кодты жіберсеңіз сонда мен ертерек не қылайын? Сосын TeamViewer AnyDesk деген бағдарламаны орнатып алыңыз. Телефоныңызға жасалған барлық шабуылдарды сол арқылы қорғай аласыз.
Болды сол екі бағдарламаны өзіме орнатып алсам, ешқандай шабуыл жасаймайды хакерлер. Болды, жарайды, рахмет. Болды. Жаңа кодты жіберіңізші ма, мен сізге ертерек жіберейін. Асылбек, сізге рахмет, уайымдамасаңыз болады. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Саған неше түрлі адам бар. Қымбатты Түркістан облысының тұрғындары және де қала қонақтары, сіздерге Түркістан облысы полиция департаменті ескертеді. Қазіргі замандағы алаяқтар мен қылмыскерлерден сізге беймезгіл қоңыраулар, күдік келтіретіндей хабарламалар болып жатса, дереу полиция қызметкерлеріне қоңырау шалуларыңызды сұраймыз. Қазіргі заманда кез келген интернет желісіне шығуға мүмкіндігі бар азамат интернет алаяқтарының құрбаны болып отыр. Және де бұл қылмыстың бір ерекшелігі қашықтықта болып тұр. Сол себепті өзіңіздің жеке деректеріңізді, банк шот, есеп, құпия сөздер мен кодтарды және де SMS кодтарды ешкіммен бөліспеңіздер. Сонымен қатар естеріңізде болсын, банк қызметкерлері ешқашан өздері хабарласып, сіздің жеке есеп шот номерлері мен сіздің телефоныңызға келген SMS кодтар мен цифрларды сұрамайды. Кез келген ақпараттың анық қанығына көз жеткізбей, әрекет жасамаңыз, алаяқтардан сақтаныңыз.